Баршаңызға сәлем достар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пеште піскен тауықтың қанаттарын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге тауықтың қанаттары қажет болады. Осылай тауықтың қанаттарын алып, артық бөліктерін кесіп алып тастаймыз. Дайын болған соң суға шайып алдым және оны сүлгіге немесе осылай қағаз салфеткеге жайып аламыз 5-10 минутта. Енді мариновкамызды жасаймыз. 5-6 дана сарымсақ қажет болады. Тұз, қара бұрыш, паприка, кристаллик тұз, майонез. Сарымсақты қырғыштың көмегімен майдалап салдым. Немесе майдалап турап салсаңыздар да болады. Енді қалған заттарды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін осылай жауып, холодильникке 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Кем дегенде 4-5 сағат тұрса, тұзы әдемі болып сіңеді. Енді мен қосымша картопты жасағым келді. Сол үшін картопты тазалап алып, тура осылай турап аламыз. Дайын болған картофелімізге жарты ас қасық тұз, және менде осылай приправа болды, соны қостым. Егер үйде сіздерде бұлай болмаса, укроп немесе паприка қосып жесеңіз болады. Міне 4-5 сағат өтті. Енді қанаттарды листімізге тізіп салып шығамыз. Тура осылай салып шықтым. Картошкаларды ара-арасына кіргізіп жіберіңіздер. Бетінде қалып қойса, қатты болып пісіп қалады. 180-200 градуста 50-60 минутта пісіп шықты. Неке өздеріңіз көріп тұрғандай қып-қызыл әп-әдемі дәмді қанаттар дайын болды. Дайын болған тамағымызды әдемілеп тарелкеге саламыз және дастарханға тарту етеміз. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Роза. Назарларыңызға үлкен рахмет. Қоңырау белгісін басып кетіңіздер, жаңадан шыққан видеоларды жіберіп алмау үшін.